Есту қабілеті бұзылған балалардың сөйлеу тілін дамыту жолдары мен әдістері. Выготский айтқандай, мылқаулық органикалық зақымданудан емес, дыбысты естімей және дауыстап сөйлеуі жете дамымаған. Мылқауды сөйлеуге үйрету, оның сезім мүшесін екіншісіне ауыстыру емес дейді. Кереңдік туа пайда болған және жүре пайда болған болып екіге бөлінеді. Туғаннан керең болу ұрпақтың дұрыс дамымау салдарынан немесе әртүрлі улы заттармен уланғаннан, әртүрлі аурулардың себебінен пайда болады. Туа пайда болған кереңдікті баланың дамуына мұқият бақылағанда ғана байқауға болады. Балалардың тілі даму кезіндегі гуілдеуі еститін баладан еш айырмашылығы болмайды. Бірақ 5 айдан бастап дыбыстарды ажырату, оған еліктеу жоғалады. Естімейтін бала сезімін білдіргенде ғана дыбыс шығарады. Мысалы, анасының түрін көргенде, қарны ашқанда, ауырғанда, қорыққанда және тағы басқа. Қалыпты жағдайда естімейтін бала тыныш жатады. Осы кезде шығарған дыбыстар түсініксіз, бір қалыпты болады. Жүре пайда болған кереңдікке туғаннан кейінгі сырқаттар немесе аурулары жатады. Менингит, қызылша және тағы басқа. Сонымен қатар әртүрлі құлақ аурулары да жатады. Әрбір адам кішкентай кезінен бастап айналасындағы адамдармен сөйлеседі. Өзінің күнбе-күнгі сөйлеу тәжірибесінде тілдің мағыналық жағын меңгереді, біртіндеп сөздік қоры молайып отырады. Алғашқы кезде бала көптеген дыбыстарды, жеке сөздерді үлкендерге еліктеу арқылы үйренеді. Осы кездегі сөздер көбінесе жеке, нақтылы болып келеді. Өсе келе өз ана тілінің ішкі заңдылықтарын үйренеді. Кейін есейе келе тілдің дамуы қоғам дамуының кезеңдеріне сай қалыптасып отырады. Балалар жағдайы мүлдем басқаша. Есту қабілетінің нашарлауына, есту кемшілігіне байланысты бала үлкендерге еліктеу арқылы сөз мағынасын қабылдай алмайтындықтан арнайы түзету жұмыстары, байланыстырып сөйлеу тілі дағдыларын қалыптастыру іс-әрекеттері арнайы сурдопедагогикалық талаптарға сай жүргізіліп, естімейтін баланың байланыстырып сөйлеу тілі дағдылары қалыптастырылып, өмірге бейімделеді. Сөзді қабылдау және оны ұғыну бір-бірімен тығыз байланысты. Сөзді дұрыс қабылдамай тұрып, оны ұғынуға болмайды. Ал естімейтін баланың дыбыстарды қадағаламауына байланысты сөзі таза болмайды. Сондықтан да түзетіп, таза сөйлеуді талап етіп отыру аса қажет. Еститін адамдармен бірге жүру, қарым-қатынас жасау арқылы естімейтін баланың да байланыстырып сөйлеу тілі, сөз байлығы молая бастайды. Нашар еститін балалардың айту мәнерін коррекциялауда дауыспен жұмыс жасау процесіне аз көңіл бөлінген. Аталмыш сұрақтар бірыңғайлы қарастырылған, әрі жұмыс жүйелі түрде ұсынылмаған. Тек аздаған әдістемелік жолдар ұсынылған. Дегенмен де дауыс айту мәнерін қалыптастыруда маңызды роль атқарады, өйткені ол барлық дауысты дыбыстар мен ашық дауыссыз дыбыстардың негізі болып табылады. Есту қабілеті нашар еститін балалардың қабылдау ерекшелігі олардың акустикалық үйлесі, ұқсас дыбыстарды ажырата алмайтындығы. Сондықтан олар ауызекі сөйлеуде, жазу үстінде ашық және қатаң дыбыстарды шатастырады, дауыстыларды ажырата алмайды. Тіл кемістігі көбінесе мектеп жасына дейінгі балаларда кездеседі. Есту қабілеті бұзылған балалардың тіл кемістіктерін зерттеп жою үшін әртүрлі тәсілдер қолданылады. Мысалы, әдістерге келетін болсақ, бақылау, әңгімелесу және тәжірибе жасау. Бақылау – бұл кең тараған педагогикалық тәсіл. Бұл тәсілді педагогикада да, психологияда да кең қолданады. Сонымен бірге логопедияда да пайдаланады. Сөзінің шапшаңдығын, дыбысты айтуын, сөйлем құрауын, сөз қорын сөйлегенде бақылай отырып, тілінің жалпы жағдайы туралы біз кейбір қорытынды жасай аламыз да, анықтаған кемшілігін белгілейміз. Бұл тәсілді пайдаланғанда белгілі бір талап сақтау керек. Бақылаудың сөйлегенін ғана бақылай беруге болмайды. Ол үшін бақылаудың алдын ала мақсатын қою қажет. Әңгімелесу. Тіл кемістіктерін әңгімелесудің көмегімен анықтайтын тәсіл. Әңгімелесу арқылы баланың дыбыстардың қайсысын дұрыс, қайсысын бұрмалап немесе тастап кетіп, бір дыбысты екінші дыбыспен алмастырып сөйлейтінін анықтайтын боламыз. Тәжірибе жасау. Бұл кемістіктерін зерттейтін тәсілдердің үшінші түрі. Бұл тәсілдің басқалардан артықшылығы сол, ол өзінің мұқияттылығымен және қатаң жүйелілігімен ерекшеленіп, бізге керекті нәтижені тезірек алуымызға мүмкіндік береді.
Енді тәжірибе жасау тәсіліне келетін болсақ, ол табиғи және лабораториялық болып екіге бөлінеді. Табиғи тәжірибе баланы әдеттегінше ойнату, оқыту немесе еңбек еткізу арқылы жүргізіледі. Мысалы, бала тілінің фонетикалық жағын анықтау үшін жүргізіледі. Ол үшін арнаулы көрнекі құралдар арқылы дыбыстардың айтылуын тексереді. Лабораториялық тәжірибе тіл кемістіктерін тереңірек және көбірек анықтап зерттеу мақсатында қолданылады. Ол үшін әртүрлі аппараттар пайдалану мүмкін. Мысалы, тұтықпа баланың сөзін жазу үшін таспа, есту қабілетін арнаулы аудиометр, тұтығып сөйлегенде болатын тыныс кемістігін зерттеп білу тәсілінен басқа логопедияда тіл кемістігінің жекелеген кейбір түрін жоятын арнаулы тәсіл бар. Бұл тәсілді ыңғайына қарай медициналық және педагогикалық деп екі топқа бөледі. Есту қабілеті зақымдалған балаларды оқыту мен тәрбиелеу, олардың әлеуметтік ортаға бейімдеу ерте кезден бастап қарастырылып келеді. Бірақ ескі жүйеде ауызша сөйлеу әдісі тек ым-ишара болса, ал қазіргі мақсат бірден ауызша сөйлеуге үйрету. Бұл мәселемен 20 ғасырдың екінші жартысында ірі ғалымдар мен педагог-сурдологтар айналыса бастады. Бұл мәселе төңірегінде, яғни есту қабілеті кем оқушылардың ауызша сөйлеу дағдысын қалыптастыру жөнінде көптеген сурдопедагогтар Андреева, Белова, Рау, Шматко сияқты ғалымдардың еңбектері жарыққа шыққан. Слезина, Андреева, Белова, Зыков сияқты ғалымдардың еңбектері есту қабілеті зақымдалған балалардың дыбыс шығарудың түзету жолдары мен сөз айту мәнеріне арналған. Назарларыңызға рахмет.